Енді фермерлер асыл тұқымды мал сатып алу үшін жылдық 6%-бен несие ала алады. Бұл бағытқа жыл сайын бюджеттен 300 миллиард теңге қарастырылмақ. Сонымен қатар көшпелі және жайылымдық мал шаруашылығын дамытуға арналған бірыңғай несие өнімі де іске қосылады. Оның пайызы 6, ал қаржыландыру көлемі жалпы 50 миллиард теңге. Жем-шөп мәселесі де назардан тыс қалған жоқ. Жем-шөп дайындайтын техника мен жабдық сатып алуға 5%-лық жеңілдетілген несие беріледі. Бұл мақсатқа тағы да 50 миллиард теңге бөлінді. Ал шаруашылықтың күнделікті жұмысын жүргізу үшін, яғни айналым қаражатын толықтыруға мал шаруашылығы бағыттары бойынша 5%-лық несие ұсынылады. Оның жалпы көлемі 225 миллиард теңге. Ең маңыздысы, қаржыға қолжетімділікті арттыру үшін несиелер даму қоры арқылы кепілдендіріледі. Баяғыда кепіліңіз болмай қалса, кредит алмайтын едіңіз ғой. Енді кепіліңіз жетпесе, сізге даму қоры көмектеседі. Достар, мына видеоны мал ұстайтын таныстарыңызға бөлісіңіздер. Сөйлеген Қараторғай, Далакен, берекелі мал шаруашылығының бастауы.